Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, 5-ші сынып математика сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз арифметикалық амалдардың қасиеттері. Бүгінгі сабақта біз натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдануды үйренеміз және санды өрнектердің мәндерін табу үшін көбейту мен қосу амалдарының қасиеттерін үйренеміз. Алдымен ойымызды сергітіп жаттығып алайық. Есімізде болса, 1, 2, 3, 4 деп шексіздікке дейін кете беретін сандарды натурал сан деп атаймыз дедік. 0 натурал санға жатпайды. Есімізде бар, себебі 0 деп санақ ешқашанда басталмайды. Есімізде сақтайық. 0, 2, 4, 6, 8 деген цифрларды біз жұп цифрлар деп атаймыз. Ал 1, 3, 5, 7, 9 цифрларын тақ цифрлар деп атаймыз. Жалғастырайық. Экранда не көріп тұрмыз? Координаталық сәуле. Және осы координаталық сәуленің элементтерімен өткеніміз. Мысалы, O нүктесі бас нүкте немесе координаталардың басы деп аталады. Және екі нүктенің арасын біз бірлік кесінді деп атаймыз. Енді келесі көріп тұрған теңсіздігімізді біз қос теңсіздік деп атаймыз. Және қалай дұрыс оқу керек? Есімізге түсіруге ортасынан бастап оқимыз. 41 38-ден артық және 63-тен кем. Енді негізгі тақырыбымызға көшейік. Натурал сандарды қосу. Натурал сандарды қосуда натурал сандар бірлік разрядтан бастап разрядтары бойынша қосылады. Біз осы ережені қазір келесі мысалда қарастырамыз. Енді алдымен қосынды бізде формуламен қалай беріледі? Мысалға, А плюс Б тең С. А деген ол қосылғыш, Б деген қосылғыш, және С деген қосындының мәні. Ал егер А мен Б-ны бірге айтқымыз келсе, онда қосынды деп атаймыз. Мысалы, А мен Б-ның қосындысы. Енді бұл жерде айта кететін бір нәрсе, С А-дан үлкен және С Б-дан үлкен. Бұны қалай түсінеміз? Енді қараңдар, кез келген екі санды қоссақ, ол қосындының мәнінен әрине кіші болады. Мысал қарастырайық. Жаңа айтқан разрядтар бойынша қосу деген осы. Мысалға, 6 бірлік, 3 ондық, 400-дік, 6 мыңдық. Демек біз бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті деген сияқты әр санның өз астына жазуымыз керек. Қосайық. 6 қосу 5, 11. 1 жазылады, 1 ойда. 1 қосу 3, қосу 7, 11. 1 жазылады, тағы да 1 ойда. 1 қосу 4, қосу 5, 10 болады. 0 жазамыз, 1 ойда. 1 қосу 6, 6-ның астына ештеңе жоқ қой. Демек 7 өзі түседі. Жауабы 7011. Ал енді біз натурал сандарды координаталық сәуле бойынша қосуды қарастырайық. Бізге O нүктесі берілген бас нүкте және А, Б нүктелерін көріп тұрмыз. А нүктесінің координатасы 4-ке тең, Б-нікі 12-ге тең. Енді қосу кезінде біз сәулеміз бойынша балалар оң бағытта жүреміз. Санайық. 4-тен 12 жету үшін қанша бірлік бар, немесе қанша қадам бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек, 4-ке 8 қоссақ, 12 дегенді білдіреді. 4 дегеніміз қосылғыш, 8 қадам аттағанымыз ол да қосылғыш, ал 12 дегеніміз қосындының мәні. Екінші мысал. Байқасаңыздар, бұл жерде бас нүкте берілмеген, O нүктесі 42-ден басталып тұр. Демек, біз координаталық сәуленің басқа бір бөлігін алып қарастырып жатырмыз. 42-ден 53 нүктесіне дейін жету үшін қанша бірлік жүреміз? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Керемет. Демек, 42-ге 11 қоссақ, 53 аламыз. Бұнда да 42 қосылғыш, 11 бірлік жүргеніміз ол да қосылғыш, ал 53 дегеніміз қосындының мәні. Ал енді натурал сандарды азайтуға көшейік. Қосындының мәні және қосылғыштың бірі белгілі болғанда, екінші қосылғышты табу азайту амалы деп аталады. Азайтуды қосу сияқты разрядтар бойынша орындауға болады. Енді формуласын қарастырайық. А азайту Б тең С. Бұл жерде А дегеніміз азайғыш, себебі ол қазір азайын деп тұр. Ал Б дегеніміз азайтқыш. С дегеніміз айырманың мәні.
Егер біз а мен б-ны бірге айтқымыз келсе, айырма дейміз, немесе азайтынды дейміз. Сонда а мен б-ның айырымы деп айтуға болады. Енді бұл жерде ескеретін нәрсе а б-дан үлкен, немесе а б-ға тең. Ол не деген сөз? А б-дан үлкен болу керек дейді. Яғни дұрыс қой. Біз үлкен саннан кішкентай санды алуымыз керек. Біз кішкентай саннан үлкен санды азайта алмаймыз ғой, дұрыс па? Немесе а мен б тең болу керек дейді. Ол қандай кезде? Айтайық, а мен б тең болсын. Мысалы, 5 азайту 5 тең 0 болады. Осы жазу бізге осындай мағыналарды береді екен. Ал енді қосудағыдай натурал сандарды координаталық сәуле бойынша азайтуды қарастырайық. О нүктесі берілген бас нүкте, Б және А нүктесін көріп тұрмыз. Енді қосуда біз координаталық сәуле бойынша оң бағытта жүрсек, азайтуда біз сол бағытта жүреміз. Сонда қараңдар, 13 нүктесінен 4 деген нүктеге жету үшін қанша бірлік солға қарай жылжимыз? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Демек, 13-тен 9-ды азайтсақ, 4 шығады. Теңдік ретінде жазатын болсақ, осы түрде жазады екенбіз. Енді бұны математикалық тілде айтайық. 13 дегеніміз азайғыш, 9 дегенім азайтқыш, ал 4 дегенім азайтындының мәні. Демек, осы бізде 13 пен 9-ды 13 пен 9-дың айырымы немесе азайтындысы деп атауға болады. Осы орайда бір-екі сұраққа жауап берейік. Азайғыш неге тең, азайтқыш неге тең? Азайғыш 13, азайтқыш 9. Натурал сандарды көбейту. Тең қосылғыштардың қосындысын көбейтінді ретінде жазуға болады. Міне экранда тең болатын қосылғыштар жазып қойдым. 4, 4, 4 бәрі тең ғой. Олай болса, көбейту біздің өмірімізді жеңілдетеді екен. Неге? Себебі кім мысалы 4-ті 4 қосу 4 қосу 4 деп 7 рет қосып отырғысы келеді. Әрине маған 4 пен 7-ні көбейте салған оңай. Жауабы 28. Жалғастырамыз. Натурал сандарды бөлу. Екі санның көбейтіндісінің мәні және көбейткіштердің біреуі арқылы екінші көбейткішті табу үшін қолданылатын амал бөлу амалы деп аталады. Яғни 65 бөлінген 13 тең 5 болса. Бұл жерде 65 дегеніміз бөлінгіш, 13 дегеніміз бөлгіш. Екеуін бірге айтқымыз келсе, бөлінді дейміз. 65 пен 13-тің бөліндісі. Ал 5 дегеніміз бөліндінің мәні. Бөліндінің негізгі қасиеттерін қарастырайық. Бөлінгішті де, бөлгішті де бірдей бір натурал санға көбейтсек, немесе бөлсек, бөліндінің мәні өзгермейді. Мысалы, 75 бөлу 25 тең 3. Ереже бойынша бөлінгішті де, бөлгішті де бір натурал санға бөліп көрейік. Мен 5-ті таңдадым. 75 бөлу 5, 15. 25 бөлу 5, 5. Тексерейік. 15 бөлу 5 тең 3. Тексердік қой, бөліндінің мәні еш өзгерген жоқ. Тағы да бір мысал қарастырайық. Ал енді мен 75 пен 25-ті 2-ге көбейтуді ұйғардым. 75 көбейту 2, 150. 25 көбейту 2, 50. Тағы тексеріп көрейік. 150 бөлу 50 тең 3. Ереже дәлелденді. Енді қосудың қасиеттеріне кезек берейік. Бірінші қасиет. Ауыстырымдылық қасиеті. Аты айтып тұрғандай, бұл жерде ауыстыруға болады орындарын. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді деген бәріміздің сүйікті ережеміз бар. 15 пен 21-ді қоссақ, немесе 21 мен 15-ті қоссақ, қосындының мәні өзгермейді. Ал енді екінші қасиет терімділік қасиеті. 8 бен 4-тің қосындысына 2-ні қоссақ, немесе 8 бен 2-нің қосындысына 4-ті қоссақ, яғни орындарын ауыстырсақ, ештеңе өзгермейді екен. Бұл терімділік қасиеті бізге не үшін қажет? Бұл тиімді әдіс қолдануға керек болады. Айталық маған 8 бен 4-ті қосқаннан 8 бен 2 қосқанның қайдарақ. Себебі 8 бен 2-ні қоссақ 10 шығады. Ал біз білеміз, дөңгелек сандармен жұмыс істеген әлдеқайда оңай. Сонда 8 қосу 2 10, 10-ға 4-ті қоссақ 14. Енді біз көбейтудің қасиеттеріне көшейік. Бірінші, бұнда да қосуда сияқты ауыстырымдылық қасиет бар. Мәселен, 12 көбейту 5, немесе 5 көбейту 12 десек, көбейтіндінің мәні еш өзгермейді. Екінші қасиет,
терімділік қасиеті. Бұнда да қосуда сияқты 8 бен 2-нің көбейтіндісін 5-ке көбейтсек, немесе 8-ді жеке алып, 2 мен 5-ті жеке көбейтіп алсақ, ештеңе өзгермейді. Бұл да жаңағы тиімді әдіс қолдануға өте пайдалы. Мысалы, 8 жерде 2 16 ғой, ал 2 жерде 5 10. Тағы да бұл жерде дөңгелек сандармен жұмыс істеген әлдеқайда оңай. Жауабы 80 болып қала береді. Үшінші қасиет – көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиеті. Мысал қарастырайық. 3 пен 6-ның қосындысын 2-ге көбейтуім керек. Бұл жерде 2-ні 3-ке, 2-ні 6-ға жеке-жеке көбейтіп алып, артынан қоссақ болады. Тағы да осы орайда мен өмірден мысал келтірейін. Мысал айталық, мен ол 2 сияқты жақшаның сыртында тұрмын. Жақшаны бір кабинетте болайық. Мен жақшаның сыртында тұрмын. Кабинеттің ішінде менің 2 досым тұр мысалы. 3 және 6 деген сияқты. Мен кабинетке кірген кезде әр досыммен ассаламуалейкум деп жеке амандасам. Дұрыс па? Сол сияқты бұнда да 2, 3-ке және 6-ға жеке-жеке көбейтіліп, соңынан қосылады. Жауабы 18. Төртінші қасиет – көбейтудің азайтуға қатысты үлестірімділік қасиеті. Дәл қосуға қатысты сияқты, бірақ жақшаның ішінде азайту бар. Бұнда да 12 мен 8-дің азайтындысын 3-ке көбейту үшін 3-ті жеке-жеке жақшаның ішіндегі сандарға көбейтемін. 3 көбейту 12 – 36, 3 көбейту 8 – 24. 36-тан 24 алсақ, 12 болады. Осымен, құрметті оқушылар, сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта біз натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану үйрендік, және қосуға және көбейтуге байланысты олардың қасиеттерін үйрендік. Сіздерге сабақ қызықты, түсінікті әрі пайдалы болды деп үміттенемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.